Қайырлы күн, құрметті менің алтын көрермендерім. Бүгін сіздерге осындай бір жасағаннан керемет болып шығатын үлпілдек, нәзік, жұмсақ әрі дәмді булочканың рецептін ұсынамын. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құйып, алдын ала өлшеп дайындап алған ұнымыздан 2 ас қасық ұнымызды және де дрожжімізді салып араластырып аламыз. Бұл бізде ап-ара. Тағы да 2 ас қасық ұнымызды қосып, осылай араластырып аламыз. Достар, дәл осы видеодағыдай мен сияқты жасасаңыздар, булочкаларыңыз жұмсақ әрі үлпілдек болып шығады. Барлығы 6-7 ас қасық ұн қосып, осылай араластырып 10-15 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Біздің массамыз осындай қоймалжың болу керек. Басқа ыдысымызға 2 жұмыртқамызды жарып, үстіне қантты қосып, венчикпен қант ерігенше араластырып аламыз. Қант ерігенше араластырып алдым. Енді үстіне ерітілген сары майды қосамыз. Осымен біздің жұмыртқалы массамыз дайын. Міне 15 минуттан кейін біздің апарамыз осылай 2 есеге ұлғаю керек. Егерде апараларыңыз осындай болып көтерілсе, булочкаларыңыз жақсы шығады деген сөз. Енді үстіне жұмыртқалы массамызды құйып, бір келкі араластырып аламыз. 1 шай қасық тұз қосамыз. Енді ұнымызды аз мөлшерден қосып, венчикпен араластыра отырып, біз қамырымызды елеп бастайтын боламыз. Ұнды бірден салып жібермейміз, осылай аз мөлшерден сала отырып, біздің массамыз қою, кәдімгі қоймалжың болады ғой. Сол кезде қалған ұнымызды дастарханымыздың үстіне осылай барлығын төгемізде, осы сұйық тестамызды ұнымыздың үстіне түсіреміз. Енді қолымыздың көмегімен міне дәл осы видеодағыдай қимылдарды қайталап, біз жұмсақ, эластичный теста елеуіміз керек болады. Артығын қоспаймыз, осы дастарханның үстіндегі ұнды ғана қолданамыз. Міне мен ұнның барлығын алып жатырмын. Біздің дастарханымыздың үстінде ешқандай ұнның қалдықтары қалмау керек. Және де тестамыз жабысқақ болады. Ол солай болу керек. Жабысқақ болды деп ешқандай ұн қоспаңыздар. Осы тестамызды, ыдысымызды жақсылап майлап жібереміз де, бетін пленкамен жауып, орап, жылы жерге жарты сағатқа немесе 1 сағатқа қалдырамыз. Менде міне 1 сағат тұрды жылы жерде. Енді осылай видеодағыдай жеңіл ғана бір басып шығамын да, қайтадан бетін жауып, осы жылы жерде 1 сағатқа қалдыратын боламын. Міне біздің қамырымыз екінші рет осылай көтерілу керек, биік болып, үлпілдек болып көтерілді. Енді осы дастарханымыздың үстіне түсіріп аламыз да, жобалап осылай кесіп аламыз. Менде 20 данаға шақтап, 20 дана булочкаға шақтап кесіп алдым. Енді осы кесіп алған бөліктерімізді домалақтап бір формаға келтіріп шығатын боламыз. Міне менде 20 дана шықты. Енді осы бөліктерімізді домалақтап болғаннан кейін формамызды майлап саламыз да, бетін жауып жарты сағатқа қалдыратын боламыз. Булочкалар көтерілу керек. Енді осы аралықта біз посыпкасын дайындаймыз. Оны жасау өте оңай. Ол үшін ұнымызға қантымызды салып, морозильниктен шыққан салқын сары майымызды қосып, песочный тесто жасап аламыз. Міне осындай болу керек. Біздің посыпкамыз дайын. Енді көтеріліп тұрған булочкамыздың үстіне жұмыртқаның сарысын жағып, осы посыпкаларымызды себеміз де 180 градус қысып тұрған пешке 25 минутқа салып аламыз. 25 минутта пісіп шығады. Міне 25 минут ішінде булочкалар пісіп шықты. Өте дәмді, үлпілдек және де жұмсақ болып шыққан. Сіздерге міндетті түрде ұнайтынына сенімдімін. Жасап көріңіздер. Сіздермен болған мен Айзат. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет.